Осыдан 3 жыл бұрын елімізге ең алғашқы коронавирус індетінің дерегі тіркелді. Еліміз пандемияда қиын кезеңді басынан өткерді. Ел билігі бүгінгі күнге дейін ковидпен күреске 894 миллиард теңге жұмсапты. Науқастар емдейтін ауруханалар тұрғызылды, өкпені желдету аппараттар сатып алынды. Ал республикамызда кеселді жұқтырғандар саны 1,5 миллионға жуықтап қалыпты. Тәжвирус бізге не үйретті? Пандемиядан түйгеніміз қандай? Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүкіл әлемде әуре сарсаңға салған пандемия осыдан 3 жыл бұрын басталған болатын. Айналамыз қауіпті індеттен шошып, азан-қазан болып жатқанда сол кездегі бас санитар дәрігер ковидті асыға күткендей бір түрлі мәлімдеме жасағаны да әлі есте. По нашему прогнозу, где-то с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Пандемияның алғашқы толқынында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Қалалардың барлығына блок-бекеттер қойылып, жүріп тұру қатаң бақыланды. Алғашқыда 2 аптаға жарияланған шектеулер ақыр соңы мамыр айына дейін созылды. Ал жұрт аяқ асты келген вирустан әбден үрейленіп үйлеріне тығыла түсті. Не деген сұмдық, маскының өзі 300 сатылады. Бірде-бір аптекада маска жоқ. Швенияның өзі құттақандай матаның өзі 300 теңге тұрады. Болмайды ғанау деген. Сол үшін 1000 теңгеге мына масканы тағып отырық. Сосын кезек ем-домға да келді. Жоқ жерден ақша істеп үйренген пысықайлар халық арасында түрлі емделу жолын көрсетті. Жұрт бір күнде дүкеннен зімбір мен лимон таппай қалды. Олардың бағасы бірнеше есе шарықтап кетті. Тіпті қойдың майы да сол уақыттың хитіне айналды. Ал балалар мектепке жете алмай, үйде оқудың, мұғалімдердің, сабақтың қадіріне жеткен еді. Здравствуйте. Я очень хочу в школу, я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болейте. Коронавирус жұқтырғандарды анықтау үшін ашық бағдарламасы іске қосылды. Барлық нысандар осы қосымшасыз халықты маңына да жолатпайтын дәрежеге жетті. Ашықтан қызыл түс жанса, одан асқан проблема жоқ еді. Ал оқушылар мен студенттер онлайн оқуға көшті. Осы пандемияның арқасында елімізде қашықтан оқу жүйесі қалыптасты. Вирус өзгерткен тағы бір дүние, адамдар әдеттегідей сауда жасап, базар жағалап, дүкен аралаудан сап тыйылды. Той десе қубасы домалайтын қазақ аса-төк ас беру, шашылып банкет жасаумен бақталастырып, бәйге жарыстыруды кілт тоқтатты. Бірақ қашып-пұшып, той жасайтындар оған тығылып баратындар көбейіп, талай қаржысын айыппұлға шығындағандар да жетерлік. Коронавирус сияқты аты жаман кеселді артта қалдырдық, бірақ әлі де өзімізде осы кеселді жұқтырғандар оқтын тіркеліп тұрады. Десе де ғалымдардың сөзінше бұл вирус ешқайда кетпейді. Ортамызда тұмау сияқты қалуы мүмкін. Сондықтан ковид билікке ғана емес, қарапайым адамға да сабақ болуы тиіс. Қайыркен Отыншы, Еуразия бірінші арнасы.